Hello, dear student. Let's continue our unit creativity. Open your books, page 57. Language Focus 2. Object pronouns. Exercise number 1. Unfortunately, I haven't any audio or video about this exercise. Let's do exercise 2. Сәлеметсің бе, құрметті оқушы? Екінші тапсырмадан бастаймыз, себебі менде бірінші тапсырмаға байланысты аудио немесе видео жоқ. Екінші тапсырмадан бастайық. Екінші тапсырмада біз object pronoun берілген жүктеу есімдігі. Есімдік дегенді қазақ тілінен білеміз деп ойлаймын. Мен, сен, ол, олар, біз деген сөз зат есімнің орнына қолданатын есімдіктер. Бұларда көрсетілгенде екінші жаттығуда I болса me болады, you, it, he, him, she, her, we, us, they, them, you. Мен, маған, me деген, you кімге немесе неге деген сұраққа жауап береді, кімді, нені деген сұраққа жауап береді. Мына жерде кімге, it, неге деген сөз, it деген жансыздарға немесе жануарларға, қалған сөздердің барлығына кімге деген сұрақтарға жауап береміз. She болса ол, her, оған, we, біз, us, бізге деген секілді. Ары қарай граммар референс берілген, грамматикалық справочник. Бұнда don't like ұнамайды, don't mind ойламаймын, love жақсы көремін, hate жек көремін. Осы төрт етістіктен кейін келетін етістіктерге біз ing жалғауын жалғаймыз. Мысалы, I don't like swimming. Маған жүзу ұнамайды. I hate working. Жұмыс дегенді жек көремін. I don't mind doing homework. Үй жұмысын жасау керек деп ойламаймын. I love learning English words. Маған ағылшын сөздерін жаттағанды жақсы көремін. Қалған жаттығулардың барлығын дайындап қойдым. Осы көру арқылы өздерін түсініп аласыңдар деп ойлаймын. Себебі бұл сабақтың мақсаты бізде есімдіктерді жаттату оқушыларға, және де осы төрт етістікті жаттату. Like, don't mind, love, hate. Осы етістіктерден кейінгі келетін етістіктерге ing жалғау. Осыны жақсылап түсініп алсаңдар, болашақта сөйлеген кезде өте көмегін қатты тигізеді. Exercise number 4. Төртінші жаттығу мына жерде жазылып тұр. Бесінші жаттығу барлығы жазып қойдым. Жауап берген кезде есімдіктерді қолданамыз. Және де төрт етістікті қолдана отырып жасаймыз сұраулы сөйлемдерге. Жауап бергенде етістіктер it, them, him деген етістіктерді қолданып жауап береміз. Жетінші тапсырма. Бұнда өзіміз сөйлем құраймыз. Жоғарыда көрсетілген мысалдар бар. Сол мысалдарды пайдалана отырып сөйлемдер құраймыз. I like playing computer games, but my partner doesn't mind it. Маған компьютер ойындарын ойнаған ұнайды, бірақ та менің досыма ұнамайды, олай ойламайды. I don't mind working hard, but my partner likes it. Мен қатты жұмыс істеуді керек деп ойламаймын, бірақ та менің досым оны ұнатады. Көп жұмыс істегенді жақсы көреді. I love listening to music. Маған музыка тыңдаған ұнайды, бірақ та менің досыма ұнамайды. Ол ұнамайды. I hate playing an instrument, but my friend likes it. Мен инструмент ойнағанды жек көремін. Қандай да бір инструмент ойнағанды, бірақ та менің досым оны ұнатады. Оны дептер көрдік па? It. I like Mo Farah, but my friend doesn't like him. Мен Mo Farahты ұнатамын, бірақ та менің досым оны ұнатпайды. Him деп тұр. Осы төрт етістікті жаттаймын. Don't mind, don't like, love, hate. Осы етістіктерден кейін ing жалғаймыз етістігімізге. Одан кейін есімдіктер, object pronounстарды міндетті түрде жаттаймыз. I болса me, you болса you, she болса her, he болса him, we болса us, it, they, them, you. Осы есімдіктер және төрт етістікті міндетті түрде жаттап алыңдар. Жарайды, сау болыңдар, балалар. Тыңдағандарына, назарларына рахмет.